өзінің жанын былай қоя беріп, тәнін де жанын да тыңдамай кеткен кезде. Мысалы, мен сіздерге қарапайым тілде түсінікті болу үшін айтайын, менің тәнім, мысалы, аяғым менің тәнім ғой, Алла аяқты беріп тұр маған. Мені мысалы біреу бір жерге қонаққа шақырды. Менің аяғым, менің жүрегім ішіндегі түйсігім, интуициям айтып жатыр, сен ол жаққа бармай ақ қой дейді. Аяғым барғысы келіп тұрған жоқ. Бірақ мен айтамын, жоқ, мен барайын, шақырған жерден қалмау керек, ұят болады деймін да. Мен қазір кімнің айтқанын істеп тұрмын? Жанның қалауын, нәпсінің қалауын істеп тұрмын да. Бару керек, ұят болады деймін да. Сөйтіп өзімді заставлять етіп, жаңа қонаққа барам. Сосын мен осы практикамда бірнеше рет өтті. Өзім қаламаған жерге барған кезде, әйтеуір сол жерде маған бір нәрсе ұнамай қалады, көңіліме қонбай қалады. Әйтпесе бір келеңсіз бір сондай жайттар болып қалады да. Сол кезде мен ойлаймын, бағана мені аяғым тартқан жоқ қой негізі. Қазақта айтады ғой, аяғың тартпай тұр деп, аяғың тартпай тұрса барма деп айтамыз, Біз яғни тәнді осылай тыңдауымыз керек. Тән бізді алдамайды екен, ал нәпсі мен жан бізді алдап қоюы мүмкін. Ал тән бізді алдамайды, тәнді тыңдау керек.